сыртынан қарағанда үлкен музей. Қызық болады деп ойлаймыз. Кеттік. Үлкен екінші. Қоғам қайраткері. Ол 1939 жылы 6 желтоқсан күні Маңғыстау облысы Оңды ауылының Мұрзайыр деген жерінде дүниеге келген. Мына жақта Әбіш Кекілбайұлының туған жері көрсетілген. Адайдың Жаңай руынан тараған. Мына жақта рулық шежіресін көруімізге болады. Өзінің жаңағы туған жеріне келу сәті. Мына витриналарда отбасы көрсетілген. Әбіш Кекілбайұлының әкесі жаңағы Ұлы Отан соғысына аттанып, содан кері қайтып оралмаған екен. Әкесін мүлдем көзі тірісінде көрмеген. Ұлдың жалғызы осы Әбіш Кекілбайұлы болады. Жалпы Әбіш Кекілбайұлы бала кезінде шығармашылыққа өте жақын болған. Осы кезінде осылай танылған. Жазу машинкасы тұр. Сол жазу машинкасымен неше түрлі шығармаларды, кітаптарын жазған. Жаңағы осы университеттің құрметті профессор атағын алғаннан кейін береді. Смокингі, жиын тойларға кететін және жарының киімі. Сонымен қатар 80 жасқа толуына орай, мерейтойына орай осындай кітаптар, қаламсаптар сыйға берілген. Мына жақта өзінің жолдаған құттықтау хаты бар. Немерелермен түскен суреті. Фрай Уилд дейтін немістің атақты журналына Әбіш Кекілбайұлының отбасы, қазақ отбасы деген жарық. Орналасқан бізде арнайы әскери порт бар. Сол портта қызмет ететін капитандардың формасы, әскери каргалар мына жақта кеменің макетін көруге болады. Алматыдағы тәуелсіздік монументі. Мына жерде енді коллекцияда қара кетел тұр. Бұл теңіз қызметкерінің киімі болып табылады. Сосын президентіміздің жаңа Ақтау қаласына келу сапары, әртүрлі кездесулер, іс-шаралар көрсетілімі, елтаңба және жарыққа шыққан біздің конституциямыз. Және де мемлекеттік гимніміз және олардың өзіміздің Салауат Ғалиевтің мемлекеттік сыйлықтың иегері Егор Төлепбаев мүсінші жасап, сөзге тапсырды. Мына жақта да ғимараты, Маңғыстау туралы. Мына жақта ұлы даланың 7 қыры, яғни осы 7 сипатқа қарап Қазақстанды бүкіл әлем таниды. Нұр-Сұлтандағы тәуелсіздік монументі мына жақта. Мынау енді біздің Маңғыстаудағы кәсіпорындар қанатында. Маңғыстауда бізде қандай кәсіпорындар жұмыс жасайды? Мысалы бізде Каспий цемент зауыты бар, қазақ жаңағыдай балық өнімдерін өндіретін жаңа Каспий Осетр деп аталатын зауыт бар, Жанарыс дейтін тігін жаңа зауыты бар, әртүрлі киім шығаратын. Мұнайдан теңіздің ішінен мұнай өндіретін қашаған кен орны бар. Әртүрлі медициналық орталықтар бар мына жақтан. Жаңа бір ерекшелігі Италияның әйгілі дизайнерлері Буалацци мен Мартини жасаған болатын. Батыстық және шығыстық стильде салынды. Бірінші қабаты 12 метрден құралады, өте биік. Ішінде салтанат залы бар, доғал, алтын залдар бар, әртүрлі. Мына жерге сурет салсам болады. Соларды енді қолға түсіру үшін, оңай жолмен ұстау үшін, олар осындай терең шұңқыр тәрізді арандарды салған екен. Аты аран деп аталады. Шұңқыр өте терең шұңқыр болып келеді. Сырты таспен қоршалған. Жануарларды қуып келе жатқанда, жануарлар осы арандарға құлайды екен. Суретте көріп тұрғандай. Арандарға құлап, оңай ыдыстар неше түрлі. Мына жақта енді жалпы қола дәуірі кезіндегі адамдарды қарап отырсақ, бұл адамдардың кішкене айырмашылық бар. Жаңағы адамдарда мысалы әлі жетілмеген дамымаған, мына жақта бүгіп аяғын тізесін бүгіп жерге жатқызады, одан кейін осылай діни рәсімін жасайды. Бұл рәсімді жасап болғаннан кейін осы құрылысты өртеп жібереді екен. Мына жақта өртеп жатқан құрылысты көруге болады, суретін өстіп өртеп жібереді екен. Мына аттың бетінде тұрған жиынтық таза алтыннан жасалған. Таза алтыннан жасалған, яғни ғұн кезінде ғұндардың осындай бұйымы болған, алтыннан жасалған. Алтын қазғаннан табылған. Мына жерде Қарақабақ, біздің Маңғыстауда ежелгі қала, содан табылған құмыра ыдыстар, неше түрлі монеталар табылған, адамдардың бас киімдері табылған. Сосын Қызылқала. Қызылқаладан да неше түрлі бұйымдар табылды. Әзірбайжанда жасалған. Кезінде жаңаға біздің Каспий теңізі арқылы Әзірбайжаннан көптеген сауда кемемен тауар келіп отырған ғой. Сосын кеме суға батып кеткен. Бір кеме дерек бойынша бір кеме суға батып, ішіндегі бүкіл тауар суға шашылып кеткен. Сол суға шашылып әрбір бөлмесінде осылай сауда жасайды екен адамдар.
суреттер археологтардың жүргізген зерттеу жұмыстары бірімен айырбастауда жасалып жатыр. Біздің Маңғыстаудан Ұлы Жібек жолы өтті. Мына жерде адамдар мысалда жазып жатқан көрінісін көруге болады. Вәпсек деген құс өте қасиетті құс. Қасиетті Құранда да айтылған осы құс туралы. Біздің Маңғыстауда кездеседі осы құс. Қарға деген құстарды көруге болады да, өте ерекше құс қарға деген. Санай алады, жаңа басқа қарғалар негізі бір ерекшелігі санай алады екен, және адамдардың жаңа кез келген ненің құстардың дауысын салады. Қажет болған құстардың тұмсығы тесілгенде тек мына құстың тұмсығында тесігі жоқ екен де, бір ерекшелік. Бірақ сонда да енді бір жыл ғана өмір сүреді екен бұл құстар. Мына жақта енді су маңында мекендейтін құстар, мысалы мына сұқсұр деген құсты түрі ұсқынсыз болуына байланысты солай аталған. Жалпы бұл құстың еті өте дәмсіз, тек бұны жаңағы кәсіпшілік мақсатта аулайды. Мысалы бұл құстар өте ерекше құстардың бірі. Бір ерекшелігі бұл құстар бір аяғымен тұрып ұйықтайды екен. Сол жаңағыдай сондай ерекше құс. Сирек кездесетін құс. Қазір бірақ қызыл кітапқа кірді, саны азайып жатыр себебі. Мынау жыртқыш құстар, бүркіт, аққұйрықты су бүркіт дейді. Бұлар неше түрлі жаңа негіз. Өйткені жаңбырдың үстінен өседі. Сырты мына өте қалың киізбен қапталған. Киіз үйдің ішінде екі қабырғасы бар, кереге, оқ бар және шаңырақ. Шаңырақ деген айтады ғой қазақта шаңырағың биік болсын деп, шаңырақты өте биік қылып салады екен да киіз үйді құратын кезде. Киіз үйді арнайы шеберлер өздері құрады. Киіз үйді вагондарда тұрған, жертөле тәріздес, осындай үйлерде тұрған. Сол көруге болады мына жақта. Сол қаланың алғашқы суреттері мына жақта. Қаламыздың алғашқы ескі суреттер, ол жерде қаланың алғашқы тұрғындары көрсетілген, алғашқы суреттері, алғашқы салынған үйлер. Ең бірінші ол біздің қала техникалық училище. Мына жақта медицина саласы біздің қаламызда. Алғашқы ашылған. Неше түрлі приборлардың барлығы біздің алғашқы дәрігерлердің Маңғыстауда ашылған алғашқы аурухана.